Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін меренговый рулет дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым, міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқаның ақуызына тұз сеуіп, миксерлеп бастаймыз. 6-7 минут көлемінде миксерлеуіміз қажет. Енді осы массамыздың үстіне қант салып миксерлейтін боламыз. Қанттың барлығын бірден сала салуға болмайды. Көріп отырғандарыңыздай массамыз ұлғаяды, оның үстіне кукуруз крахмалын қосып, тағы да миксерлейміз. Дайын болған меренга осылай жылтырап тұруы қажет. Мен пергамент қағазы жылжып кетпес үшін форманың бетіне күнбағыс майын жақтым да, соған осы пергамент қағазын төседім. Артынан массамды осылайнан біркелкі жағып шықтым. Меренганы міндетті түрде қызып тұрған пешке саламыз. Алғашқы 10 минут 130 градуста ұстаймыз. 10 минут өткен соң қалған 50 минутын 100 градуста ұстаймыз. Дайын болған меренганың беті үгітіліп тұрады, ортасы жұмсақ болады. Енді ортасына крем жағамыз. Салмасына кез келген жеміс-жидек салсаңыз болады, менде бүлдірген мен қарақат. Меренгамызды рулет қылдырып ораймыз. Қалған креммен рулетіңізді безендірсеңіз болады. Осылайша рулетіміз ерекше болып шықты, өзіме қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.